Таубашев Танер көркем қыш мамандығының 4-ші курс студенті. Осы 4 жыл аралығында көрмелер мен байқауларға қатыстым. Соның бірі 2017 жылы Шабыт халықаралық жастар фестивалінің 3-ші орын иегері атандым, және 2018 жылы академияның қолдауымен Мәскеу қаласында КЖ мемлекеттік университетіне бір семестрлік оқуға және Надежда науки и творчество атты байқауына қатысқан болатын. Бір семестрлік оқуда ол жақтың тәжірибесін, көркем қыш деңгейі қандай екенін көрдім, және де байқаудан 1-ші орын иегері атандым. Және 2019 жылдың 1-ші семестрінде тағы да академияның қолдауымен Мәскеу қаласында жыл сайын өтетін художественная керамика атты байқауға қатыстым. Ол жердегі негізгі номинация ұлттық керамика. Менің Аққан жұлдыз атты шығармашылық жұмысым қатысқан болатын. Қатысып 1-ші орын алды. Ол жерде Аққан жұлдыз аталу себебі Сәбит Мұхановтың Аққан жұлдыз романының желісі бойынша жасалған. Жалпы сондай шетелге шығуға және көрмелерге қатысуға осындай мүмкіндік берген үшін академияға алғыс білдіремін. Сәлеметсіздер ме? Мен Ақботаш Назбек қызы, 4-ші курс көркем қыш мамандығының студентімін. 4 жылдың ішінде көптеген көрмелерге қатыстым, лауреат атандым. 2016 жылы 1-ші деңгейлік квалификация алдым көркем қыш мамандығы бойынша. 2017 жылы Қазақстан қолөнершілер ассоциациясына қабылдандым. 2018 жылы Қазақстан Республикасының көркем сурет академиясына қабылдандым. 2018 жылы 2 выставканың организаторы және қатысушысы болдым. Біріншісі международный конкурс Ethno Innovation Қазақстанда 1-ші рет өткізілді. Екіншісі Астана қаласында Аканаевтар династиясының выставкасы болды. 2018 жылдан бастап Орал Тасықбаев атындағы АКДПИ колледжінде производственный обучениеден сабақ беремін. Қазіргі күнде 2017 жылдан бастап өзімнің жеке кәсібім бар. Арт Майолик керамика студиясы. Сол жақта жұмыс істеймін, балаларды оқытамын, және де әртүрлі көрмелерге қатысамын. Қазір лентада менің жұмыстарым болады, танысып көрсеңіздер болады.